Енді иықтарын осылай біріктіріп булавкілеп аламыз. Астарына, сыртында бүйір матасын бүйір матаға осылай біріктіріп, бір тігіспен тігіп шығамыз. 1 сантиметр тігіске қалдыра отырып, алдыға артқы закрепка беруді ұмытпаймыз. Тігіс бастаған кезде соңында 4 иық болады, астары сырты менен. Осылай артық жіптерін қиып алып тастаймыз. Осылай тігіп аламыз. Мына жері осы. Енді сызығы бар ғой. Осыларын матаға түсіріп кетеміз. Мына бүйтіп кетіп тұрады. Тіккен кезде мына сызық, мына сызыққа келу керек тіккен кезде. Екеуі бірге. Сосын мына жерде сызық бар, мына жердегі сызық, мына сызыққа тура келу керек. Мына алдыңғы бойы ғой мұны. Қазір көрсетемін. Жең салатын кезде. Мынау енді жағасы, жең салу керек біз маған. Мына жер белгілеп кеттік қой. Белгілеп кеттік. Мынаның мына жері. Артқы бойы. Сосын алдыңғы бойының аптачкасы. Алдыңғы бойы бар еді ғой мұны. Мына жері. Енді мана жеңімізді соларға тур келтіреміз енді. Жеңімізде де белгілеп кеттік қой, мына жерде болды, Мына жерде бар, сосын мына жерде бар. Сол мына жерді мына жердеге біріктіреміз. Ал мынаны мына жерге біріктіреміз. Сосын осылай жүріп аламыз. Осылай біріктіріп алғаннан кейін бәрін булавкілеп шығамыз. Чүреп оның алдында бір тігіспенен тігіп алған болатынбыз жеңін. Себебі ол бүрме істеуге керек болады бізге, бүрмелеуге. Соңына осылай бір қадап аламыз. Енді бәріне қадап шығамыз. Жаңағы бүрмеге жіберген жібімізді осылай тарта отырып, астындағы матаменен бірде қалыпқа келтіріп, булавкілеп аламыз. Ине чүреп аламыз осылай. Ине жоқ болса, көктеп алсаңыздар болады осылай. Күнді алдыға артық закрепка беріп, осылай инелерді алып отырып, жайлап тігіп шығамыз. Бір тігіспенен 1 сантиметр тігіске қалдырып. Осындай болады. Енді теріс аударып, теріс аударғанда бізде мана жағамызды тігіп алдық қой, оны да көрсетемін алдағы уақытта. Тігіп алғаннан кейін осылай сыртқы жағынан, екі жағаны бүктеп осылай тігіп алсақ болады. Жағы сонда сыртқы жағында қалады. Ішінен тігіп алған жақсы, сол кезде тігістер көрінбей тұрады. Оны алдағы уақытта көрсетемін. Міне жіптерін, артық жіптерін алып тастаймыз. Осындай болады. Енді жаңа жеңінен бастап осылай қапталын тігетін, жанын тігетін боламыз, екі жағын шапанымыздың. Осылай булавкілеп шығамыз жандарын бәрін. Жеңі тігілген жоқ қой мана, тек иығы тігілді. Енді етегінен бастап осылай булавкілеп аламыз. Сол кезде бір тігіспен жүріп өтеді. Осындай болады булавкілеп шыққанда, етегі мынау жеңіне дейін. Енді бір тігіспен астарында дәл осылай булавкілеп аламыз. Төртеу болады сонда оның, іші сырты бәрі. Енді бәрін бір тігіспенен тігіп шығамыз. Булавкілерімізді алып отырамыз әр тіккен сайын. Соңында закрепка беруді ұмытпаймыз. Осындай болады аударған кезімізде жеңіміз. Енді осындай болып шығады жеңіміз. Bir қайырып қойсаңыз да болады. Енді осыны тігу үшін теріс аударамыз матамызды. Жеңімізді ұстап аламыз осылай. Астарын, астына қарап тұратын иығын екеуін осылай біріктіріп, астыңғы жағында тігісіміз бар ғой, мана тіккен. Сол тігістен ұстаймыз осылай.
ішін ашып, екеуін оң жағына қаратып, осылай тігістерін бір-біріне келтіріп булавкілеп шығамыз. Мұқият қарап алыңыздар, егер түсінбесеңіздер қайта-қайта көрсеңіздер болады. Жақсылап булавкілеп аламыз осылай. Сыртынан тіксеңіздер тігісі қалатын, көрінбей тұру үшін осылай қылып істедім. Бұның әртүрлі нелері бар, жолдары. Ішіне жасырын тігіс тіксеңіздер де болады. Мен осылай тіккенді қолайлы көрдім. Енді бәрін бір тігіспенен тігіп аламыз. Инелерін алып отырамыз тіккен кезімізде. Сол кезде аударған кезімізде тігісіміз ішінде қалады. Астарын біріктіріп алдық қой, енді ішінде тұратын. Енді қолымызды сол несі жағынан салып, велюр жағынан осылай тартып аударған кезде осындай болып шығады. Мінекей салып жатырмын мен қолымда. Мінекей ішке қарай тартқан кезде міне дәл осындай болып шығады. Асықпай көріп алсаңыздар болады, қайта-қайта. Енді жағамызды саламыз. Жағамызды да екі бүктеп дәл ортасын тауып аламыз. Инеменен қайшымен белгілеп аламыз сол ортасын. Содан кейін шапанымыздың да астарын, сыртқы бойын осылай дәл ортасын тауып белгілеп аламыз. Байқасаңыздар, лекалда соны ненің жағаның орны бар. Келіп тұратын жаңа шеті қай жерге дейін келеді деген мағынада сол жерін көрсетіп қойыпты. Сол жерге қарап тіксеңіздер, енді ортасына осылай түйреп шығамын мен. Флизелен жағын сырт жағына қаратамын. Осылай, осы домалақ қой енді мынау. Осы домалаққа астарын да ортасын тауып белгілеп аламыз да, жаңа екінші жағының ортасын сол жерге түйреміз. Бірінші сыртын түйреп алдым мен, сызығына дейін, жаңа белгілеп қойған жерге дейін лекалдағы белгі бойынша. Одан кейін теріс аударып, екінші жағын булавкілеп шықтым мен. Осылай сызыққа дейін, тігіске дейін, біткен жеріне дейін осылай булавкілеп алдым бір жағын. Бір жағын осылай булавкілеп алдым да, екінші жағын теріс аударып, сол астар жағына осылай булавкілеп шықтым. 4 домалақ болады негізінде, осылай булавкілегенде. Енді осыны бір тігіспенен тігіп шығамыз. Мен алдыңғы көрсетіп кеттім ғой сіздерге, сол тіккен домалақ болып тұрған жерімізді тігіп аламыз қой. Сосын соны екеуін біріктіріп тігіп жібердім мен. Сол кезде жағасы ішінде, сыртында қалады. Желбіреп жүрмейді жаңағыдай, ашылып шашылып. Сыртынан тіксе де болады. Мен негізі ішінен тіккенді қолайлы көрдім. Тігісіміз көрінбей тұрады, ішінен тіксеңіздер. Осындай домалақ болады тіккен кезде. Сыртынан тігеді біреулер. Мен ішінен тіктім, жаңа тіккен екі тігісімізді ортасын. Сол екеуін қосып тігіп жібердім мен. Осындай болады. Көрінбейтін қылып, сол сызықтың бойымен тігеді біреулер сыртынан. Мен ішінен тіктім. Енді мынау астыңғы бойы, міне жанынан, мен осындай аудару үшін жанынан осындай